Сәлем, мен Мардан. Сіз үшін жасаған бұл бейнемді соңына дейін көруді ұмытпаңыз. Өйткені бұл бейне аяқталғаннан кейін сіз өзіңізді әлде қайда жетілген, әлде қайда ақылды сезінесіз. Себебі бұл бейнеде айтқаным бүгінге дейін айтқан мәліметтерімнен өте маңызды, өте қызықты. Айналамыздағы оқиғаларымызды, дүниемізге деген әсерімізді, өз-өзімізді жалған тәңірлерге теңеместен бұрын өте үлкен деп аталған бұл дүниенің қаншалықты кіші екенін түсінуіміз керек. Жер экваторының айналасындағы шеңбер ұзындығы 40.075 километрді құрайды. Солтүстіктік полюстан оңтүстік полюсына дейін болған ұзындық шамамен 40.007 километр. Күн жүйесіндегі 4-ші ірі планетадамыз. Бізден кейін өте үлкен Нептун, Сатурн, Юпитер және 150 миллион километр қашықтықта орналасқан өз жұлдызымыз Күн бар. Күн өте үлкен жұлдыз. Бірақ мөлшері сіз білген басқа жұлдыздардың мөлшеріне тіпті жақында емес. Перспектив үшін бірнеше жұлдызды мысалға келтіретін болсақ, Күннен 5 миллион рет үлкен болатын Арктур жұлдызы. Арктур жұлдызынан 300 рет үлкен болған Бетельгейзе жұлдызы. Күнмен орын ауысатын болса, сыртқы атмосферасы Юпитерді де өз ішіне алатын еді. Және біз таба алған галактикадағы ең үлкен деп аталатын жұлдыз UY-Scuti бар. UY-Scuti-ның мөлшері қанша екені белгісіз, бірақ оның алдындағы VY Canis Majoris жұлдызының үлкендігі күнімізден 5 миллиард үлкен. Жер планетасы сияқты бұлардың барлығы құс жолы галактикасында. Құс жолы галактикасында бұларға ұқсаған миллиардтаған, триллиондаған жұлдыздар бар. Және көпшілігінің айналасында кем дегенде бір планета айналып тұр. Әр жылы жаңадан жұлдыздық жүйелер табылып жатыр. Тап қазір отырған орныңыздан әлемнен тыс шығатын болсаңыз, UY-Scuti-ның галактикамызда қаншалықты кіші екенін көріп тұрсыз. Күніміздің бұл құс жолы галактикасында бір рет айналып шығу мерзімі 200 миллион жыл. Және біздің галактикамызға 2,5 миллион жарық жыл қашықтықта орналасқан басқа бір Андромеда галактикасы бар. Бізге әр күні жақындап келеді. Және тарту әсерімен миллиондаған жылдан кейін біздің галактикамызға келіп соқтығысады. Бірақ бәрібір біз бұны көре алмаймыз. Хаббл ультра терең кеңістігімен істелген бақылаулар тағы жүздеген галактиканы көрсетіп тұр. Сыртқа 5 миллиард жарық жыл қашықтықпен қараған кезіңізде миллиондаған, миллиардтаған, тіпті триллиардтаған тағы галактиканың орналасқанын көресіз. Ең соңында 200 миллиард жарық жыл қашықтығында біздің ғаламымыз, яғни бәріміздің өміріміздің басталған жері деп білінген космик фон кезеңі күтіп тұр. Үлкен жарылыстан қалған нәрселердің бәрі дәл осы жерде. Бұл біздің ғаламымыз еді. Одан тыс не бар? Басқа ғаламдар ма? Шексіз жұмақ па? Жалғызбыз ба? Немесе үлкен аквариумда болған ақылсыз кішкентай бір балық па? Екі пікірдің өзі де қорқынышты. Бірақ дұрыс екендігіне сенімді болған бірақ нәрсеміз ол, бұл дүниедегі барлық өмірлік көзқарастар, барлық саяси пікірталастар, барлық ұлттар, шындықтар немесе жалғандар, барлық армандар, барлық үміттер, динозаврлар сияқты ұрпағы жойылған жануарлар, жәндіктер, жаңадан табылатын жануарлар, бұрында көп ойландырған қиыншылықтар, күн бойынша ойлаған қарапайым идеялар, барлық махаббаттар, барлық күйзелістер тек қана кішкентай және маңызды емес осы планетада. Осы ауқымда ойлау, үлкен суреттер көру адамға ненің шынымен маңызды екенін, ненің енді керексіз екендігін қарапайым тілмен көрсетуде. Сіз үшін ең маңыздысы не? Ежелгі ғасырда түндер аспанға қараған кезде аспанның жерден және адамның айналасынан айналады деп сенген екен. Кейін күн жүйесінің бар екендігіне және құс жолы галактикамыздың бар екендігіне көз жеткіздік. Соңында ғаламымыздың басқа да галактикалармен толы екендігін таптық. Бірақ барлық нәрсенің ғаламымыздың қамтитынына сеніп, бабаларымыздың істеген қателігін істеп тұрған болуымыз мүмкін ба? Көп ғалам түсінігі ғаламымыздың жалғыз емес және бірегей болмағандығын айтады. Осы пікірге сәйкес, табиғат заңдары әртүрлі болған басқа да әлемдер бар. Шексіз бір ғаламда біз тек қана бар бола алатын бір әлемде өмір сүреміз. Бұл табиғат және физика ережелеріне байланысты әртүрлі биологиялық формалары немесе тіпті паранормальды құбылыстардың болып жатқанын түсіндіреді. Тағы да осы теория бар.
Биздин әлемибизге окшогон көптөгөн әлемдер бар және сиз де сол башка да әлемдерде өмүр сүрөсүз. Бирок башка әлемде өмүрлүк натыйжелериңиз кабылдаган чечимиңизге байланыштуу. Кааласаңыз окууда сәтсиз болуңуз, немесе университетте эң алдыңкы болуңуз, истеген истериңиз, жакшы көргөн адамдарыңыз немесе жоголткандарыңыз, казирге дейин кабылдаган чечимдериңиз немесе жасамаган чечимдериңиз сизди ар өмүрдө ар түрлүү натыйжеге, тагдырга алып барады. Бул параллель әлемнин ичинде тарихтагы согуштарда биз билгенден ар түрлүү натыйже менен бүткен. Типти биз адамдардын урпагы башка әлемдерде түгел жоюлган болуу мүмкүн. Бирок өкүнүчкө орай планетада тек гана бир натыйжеге ээ тек гана бир адамсыз. Ягни бул көп сатылуу теориянын дурус экендигин эч качан далилдей алмайбыз. Әлем тууралуу не билебиз? Көп билетиндигибизди айта алмайбыз және балким өтө узак убакыт боюнча да биле алмайбыз. Бул сондай убакыт. Сиз және менин өмүрүмдөн алде кайда узун болгон убакыт. Накты маселе бул әлем деген бул нерсе ажайып, керемет аракети менен әлемди апатка учуратпастан мурун баарын билүүгө болотун бул жумбактын баардык чечимин таба аламызбы? Бул бейнени көргөндөн кийин түнкү аспанга бир караңыз және өзүңүзгө бурун караганыңызда көргениңизден тагы да көбүрөөк көрүү үчүн убакыт бөлүңүз. Өзүңүздү киши, максатсыз, немесе керексиз деп ойламаңыз. Бунун ордуна өтө кашыктагы тирлердин купаяларын бакылай алатындыгыңыз үчүн кезектен тыс убакытта санаңызга ой түсүүнө уруксат берген үчүн көздөрүңүзгө, мээңизге, денеңизге және күч алып жаткан таңырыңызга рахмет айтыңыз. Сенетиңиз не болса да, балким паранормал окуйгалар, балким тек гана билим, балким эжелги таңырлар. Бул видеонун немесе башка да адамдардын өз сенімиңизден бас тарткылууна жол бермеңиз. Бунун ордуна өз акылыңыздын тереңдигин көрүү үчүн өз билимиңизге және өз сеним және теорияларыңызды бириктирип, содан кийин зерттеңиз. Балким өмүрүбүздүн мағынасын билмейбиз. Балким өмүрүбүздүн маани тек гана сол өмүрүбүздүн маанин түшүнүү. Акпараттуу болуу күчтүү. Осындай бейнелерди көргүңүз келсе, лайк басуу аркылы маған билдирүүнү унутпаңыз. Үйренген акпараттарыңызды достарыңыз менен бөлүшүңүз. Келесі бейнеде көрүскенче. Мен Мардан.